Баршаңызға сәлем. Жарты сағатта дайын болатын ең оңай печеньяны менімен бірге дайындаңыздар. Жұмыртқаның сарысына бөлме температурасындағы сары май, қант, қопсытқыш, ванилин, лимон садырасын үкіштен өткіземіз. Он қосып араластырамыз. Міне осындай крошка болады. Үстіне 2 ас қасық қаймақ қосып илейміз. Жабысқақ болғанын сезінсеңіз, тағы да кішкене ұн қосып жіберсеңіз болады. Қамырдан кішкене бір бөлігін алып, шар тәрізді етіп, противенге пергамент қағазын төсеп, бір-біріне алшақтатып орналастырамыз. Пешке 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін бетіне қант ұнтағын себеміз. Печеньямыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айгерім.